Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Касенова Айгүл Туракановна. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Көңіл күйлерің қандай? Керемет. Жарайсыңдар балалар. Сабақты бастамас бұрын психологиялық ахуалды қалыптастырып алайық. Қайлы күн күнім далам орманым, қайлы күн гүлім құсым көлдерім, қайлы күн өсімдіктер жәндіктер, қайлы күн барша тіршілік иесі. Балалар, қазақ тілі сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы жаты септік. Сабақтың мақсаты жаты септіктің жалғауларымен танысу. Сөйлемнен жаты септіктегі жалғаулы сөздерді табу. Бәріміз назарымызды аударып, кел талқылайық әдісі арқылы сөздерді байланыстырып оқиық. Ал Алина оқиғы. Тырнақ көкте, тұяқ жерде. Жерде, жарайсың. Ал енді балалар, бұл сөздерге қандай жалғау жалғады? Да. Апа, мен айтайыншы. Айта беріңдер, тыңдап отырмын. Де, да, ке, де. Жарайсыңдар балалар. Бұл жалғаулар қай септіктің жалғауы екенін анықтап көрейік. Енді өздеріңді тексеріп көріңдер. Ал енді балалар, жауаптарыңды түсті жапырақтар әдісі бойынша бағалап жіберіңдер. Егер сабақты орындасаңдар, жасыл түсті таңдайсыңдар. Тапсырмаларында 1-2 қате кеткен болса, сары түсті жапырақты таңдайсыңдар. Егер сендерде тапсырмаларыңда көп қате кетсе, қызыл түсті жапырақты таңдайсыңдар. Ал көрсетіп жіберейік. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, бұл жалғаулар қай септіктің жалғауы екенін анықтап көрейік. Жаты септік сөзін жатыр деп айтуға болады. Жатыр қайда, кімде, неде, да, де, та, те жалғаулары жалғанады екен. Ал енді балалар, есте сақтап алайық. Жаты септігінің сұрақтары кімде, неде, кімдерде, нелерде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жаты септігі атау септігіндегі сөзге да, де, та, те жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жаты септік жалғаулары деп атайды. Енді балалар, қара, оқы, жаз, тап әдісі бойынша жаты септікті сөздерді тауып, астын сызып, сұрақ қояйық. Төмендегі дескриптор арқылы тапсырмаларды орындаймыз. Кім бірінші сөйлемді оқып жібереді? Ал Алина оқиғы. Балапан ұядан не көрсе ұшқанда соны іледі. Ал енді бұл сөйлемде жаты септігі бар сөз бар ма? Иә, бар. Қайсы? Иә, бар. Балалар, Ұшқанда. Ол сөз ұяда. Ұшқанда. Ұяда. Сұрақ қоямыз. Қайда деген сұрақ. Жарайсыңдар. Енді екінші сөйлемді кім оқып жібереді? Мен. Ал оқи ғой, Алихан. Ерлік білекте, емес жүректе. Жарайсың. Бұл сөйлемде жаты септігі бар ма? Бар, апай. Ал айта ғой. Жүректе. Жүректе. Сұрақ қоямыз. Ерлік білекте, емес жүректе. Енді осы сөйлемдегі жаты септігі сөзді табамыз. Жарайсыңдар балалар. Жақсы жауап беріңдер. Енді өздеріңді түсті жапырақтар әдісі бойынша бағалап жіберіңдер.
Жарайсыңдар балалар. Барлықтарының тапсырмаларың дұрыс екен. Кім тапқыр ойын арқылы жұмбақты шешіп көрейік. Шешуіндегі сөзді септейміз. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Ол не? Қар. Ой, жарайсыңдар балалар. Өздеріңде тексеріп көріңдер. Жауаптарың дұрыс па екен? Иә. Қар септігін кім сеп деп айтып береді? Бұл сұрақтың жауабы қар болған соң, оны септіктерге жалғау керек. Яғни мен жат септігін неде деген сұрақ, ол қарда деген болады. Жарайсың. Тағы кім сеп деп айтып береді? Біз бүгінге дейін қандай септіктермен танысып едік? Апай, мен айтайыншы. Айта ғой, Әлихан, айта ғой. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс. Ал сеп деп айтып жібереміз. Атау септік не? Қар. Ары қарай. Атау септік не? Қар. Іліп септік ненің? Қардың. Балалар, өздеріңді тексеріп көріңдерші. Атау септік қар, ілік септік қардың, бар септік қарға, табыс септік қарды, жаты септік қарда. Енді жауаптарың дұрыс болса, бағалап жібереміз. Түсті әдісі арқылы бағалаймыз. Жарайсыңдар балалар. Рахмет. Енді балалар, үйге тапсырма. 29-ші беттегі 58-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жазасыңдар, мәтінге ат қоясыңдар. Жаты септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықтайсыңдар. Ақылды үкі бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс жасаңдар. Жаты септігінің сұрағын, жалғауын түсінсеңдер, бірінші үкіні таңдайсыңдар. Аздап түсінсеңдер, екінші үкіні таңдайсыңдар. Бүгінгі сабақты түсінбесеңдер, түсінбедім үкісін таңдап, кері байланыс беріңдер. Жарайсыңдар балалар. Белсене қатыстыңдар. Рахмет балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.